Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Алдияр және бүгінгі бейнеде мен сіздерге ұйқының маңыздылығы және ұйқыны қалай жақсартуға болатындығы туралы айтып беремін. 8 сағаттық сапасыз ұйқыны 6 сағаттық сапалы ұйқымен қалай алмастыруға болатынын айтамын. Және айта кететінім бар, егер бейне ұнаса, онда лайк басып, осы арнаға жазыл, және де қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Ұйқыны көп адамдар бағаламағандықтан осындай бір зерттеу жүргізілді. Зерттеушілер 3 топ адамдарды жинады. Бірінші топ қалыпты ұйықтады, екінші топ қалыптыдан 2 сағат аз ұйықтады, үшінші топ қалыпты жағдайдан 4 сағат аз ұйықтады. Содан кейін бұл адамдарға орындайтын тапсырма берді және олар өздерін қалай сезінетіндерін сұрады. Бірінші топ өздерін қалыпты сезінгендерін айтты және де тестті жақсы тапсырды. Ал ең аз ұйықтаған топ, яғни 4 сағат, бәрінен жаман көрсеткіштерді көрсетті. Олар мен өзімді нашар сезінем деп айтты және де тест тапсырмаларын өте нашарға тапсырды. Ал ең қызықты нәтижені 2 сағат аз ұйықтаған топ көрсетті. Олар мен өзімді қалыпты сезінем деп айтты, бірақ нәтижелері 4 сағат аз ұйықтаған адамдар сияқты өте нашар көрсетті. Сондықтан, сіз шамалы уақыт ұйықтамасаңыз да, сіз оны сезбейсіз, бірақ сіздің өнімділігіңіз төмендейді. Сондықтан да, сіз осы бейненің соңына дейін көріңіз. Ал біз бастаймыз. Ұйқының жетіспеуінің немесе сапасыз ұйқының салдары қандай? Бұл әрине ақыл-ой қабілеттеріңіздің нашарлауы. Айта берсек әлі көп. Мұның бәрін сіз байқамайсыз. Және сапасыз ұйқы иммунитет және вирустар мен бактерияларға қарсы тұру қабілетімізге қатты әсерін тигізеді. Зерттеулер көрсеткендей, егер сіз жеткілікті ұйықтамасаңыз, инфекцияны жұқтыру қаупі 3 есеге дейін артады. Сонымен қатар, ұйқының жетіспеушілігі артық салмаққа да әсер етеді. Неге десеңіз, өйткені егер сіз жеткілікті ұйықтамасаңыз, грелин заты синтезделеді. Бұл сізді тамақтандыруға апаратын гормон және нәтижесінде сіз көп тамақтана бастайсыз. Бұл сіздің эмоционалдық жағдайыңызға да әсер етеді, өйткені ұйқының азаюы сіздің мотивацияңыз және де қуатыңызды азайтады. Ұйқының жетіспеушілігі сіздің түріңізге де әсер етеді. Оның бәрі әрине индивидуалды, бірақ белгілі бір әмбебап ережелері бар. Мысалы, нәресте күніне 17 сағатқа дейін ұйықтайды. Егер сіздің балаңыз 3 жасқа толмаған болса, онда ол күніне 10 сағаттан 13 сағатқа дейін ұйықтай алады. Егер мектепке барып жүрсеңіз, онда сіз үшін 9 сағаттан 11 сағатқа дейін ұйықтау бұл қалыпты. Ал ересек адам болсаңыз, онда 7 сағаттан 9 сағатқа дейін ұйықтау бұл қалыпты жағдай болады. Ал ең қызығы, қартайған кезде 65 жастан асқан адам үшін ұйқының қажеттілігі одан да азаяды. 6-7 сағат ұйықтау әдетті болады. Шындығында бұл ұйқының мөлшері емес, оның сапасы маңызды. Бірақ біз бұл туралы біраз уақыттан кейін сөйлесеміз. Ал қандай позада ұйықтау керек? Ең дұрыс поза ол арқада жатқан. Бұл жерде сіздің барлық бұлшық еттеріңіз жақсы демалып, тұтастай алғанда сіздің денеңізде қан айналымы біркелкі болады. Содан кейін шет жақта ұйықтауға болады, бірақ жастықтың биіктігі шамамен иығыңыздың еніне тең болуы керек. Ал асқазаныңызда ұйықтау ең зиянды болып саналады және дәрігерлер бір ауыздан ешқашан асқазаныңызда жатып ұйықтамаңыз деп айтады. Ол ішкі мүшелеріңіз бен омыртқаңыз үшін өте зиян. Ұйқының сапасы апатты түрде төмендейді. Егер сіз түні бойы асқазаныңызда ұйықтасаңыз, онда сіз сынған және демалмаған болып оянасыз. Және 6 сағаттық сапалы ұйқы 8 сағаттық сапасыз ұйқыдан көрі күшті. Сондықтан, егер сізде ұйықтауға көп уақыт болмаса, оны кем дегенде сапалы етіп жасаңыз. Сапалы ұйқыға арналған негізгі ұсыныстар қандай? Біріншіден, ұйықтауға кем дегенде 1 сағат қалғанда сіз барлық гаджеттерді, яғни компьютерлерді, телефондар мен телевизорды толығымен алып тастауыңыз қажет. Және бұл 2 себепке байланысты. Біріншіден, электрондық гаджеттерді қараған кезде біз психикамызды қоздырамыз. Егер біз бірден ұйықтауға барсақ, ұйқыға бейімделу әлде қайда қиын. Екінші себеп, электрондық гаджеттерді қараған кезде біз 3 есе аз жапалақтаймыз. Және мелатонин көздің тор қабығынан жағылады. Мелатонин бұл ұйқының тереңдігі үшін жауап беретін зат. Егер
біз ұйқыға кетер алдында гаджетте отыратын болсақ, онда біз мелатонинді жандырып жібереміз. Шындығында біз мұны білмеуіміз мүмкін, бірақ ұйқының сапасы төмендейді. Біз бірдей уақыт ұйықтасақ та, біздің ұйқымыз қанбайды. Содан ұйқы сапасыз болады. Ұйықтар алдында шамадан тыс тамақтанбау керек. Ұйқы алдындағы соңғы тамақты кемінде 3 сағат бұрын ішу керек. Сонымен қатар, ұйқыдан 1 сағат бұрын 1 стақан айран ішкен пайдалы. Бұл сіздің микрофлораңызға, иммундық функцияларыңызға және ұйқы сапасына айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, кофеинді азайту керек. Кофеин тек кофеде ғана емес, сонымен қатар шайда да кездеседі. Шоколад пен какао бұршақтарында және кейбір дәрі-дәрмектердің өзінде кофеин бар. Кофеин мелатонин пайда болуына кедергі келтіреді және ол біздің орталық жүйке жүйемізді қоздырады, ұйқымызды нашарлатады. Ұйықтар алдында кофеинді кемінде 6 сағат бұрын қолданбау ұсынылады. Сіздің ұйықтайтын бөлмеңіз өте қараңғы болуы керек, яғни жарықтың шамасы мүмкіндігінше алынып тасталуы керек және жарықтың кез келген сәулесінің енбегені соғұрлым жақсы болады. Сонымен қатар, бөлме мүмкіндігінше мінсіз тыныштыққа ие болу керек. Егер белгілі себептер бойынша мінсіз тыныштыққа жету мүмкін болмаса, мысалы, сізде шулы жол, шулы көршілер және тағы да басқа, ең болмағанда берушиді қолданыңыз. Олар ештеңе естімеуге өте жақсы көмектеседі. Ішімдік ұйқының сапасына теріс бағытта үлкен әсер етеді. Оның зияндылығын өзіңіз білесіз. Жақсы ұйқының алтын ережесі бір уақытта ұйықтау және бір уақытта тұру. Бірақ мен мұндай идеалға жету мүмкін еместігін жақсы түсінемін. Сосын, егер сіз өзіңізді идеалға жеткізуде қиындықтар тапсаңыз, онда кем дегенде бір уақытта тұруды әдетке айналдырыңыз. Өйткені бұл бір уақытта ұйықтаудан гөрі оңай. Ұйықтар алдында серуендеңіз, бірақ ешқандай жағдайда ұйықтар алдында физикалық жаттығулар жасамаңыз. Ұйықтар алдында кітапты оқыған өте күшті және қағаз кітапты оқыған жөн. Гаджет кітапты емес, қағаз кітабы сізді тыныштандыруға өте жақсы. Бұл кітап сізді көп ойландыратын күрделі емес болу керек. Керісінше, босаңсытқыш және түсінікті болу керек. Ұйықтар алдында көп су ішпеу керек. Өйткені егер сіз тұрып дәретханаға барғыңыз келсе, бұл сіздің ұйқыңыздың сапасына қатты әсер етеді. Ұйықтауға 1 сағат қалғанда су ішпеген жөн. Ұйықтайтын жер қандай болу керек? Матрас ешқашан жұмсақ болмауы керек. Оңтайлы түрде ол жартылай қатты немесе тіпті қатты матрас болу керек. Өйткені егер сіз жұмсақ матраста ұйықтасаңыз, ол ыңғайлы және бұл өте күшті деп ойласаңыз, ондай ойдан арылыңыз. Себебі сіз ұйқыны әлдеқайда нашарлатасыз. Және осылардан кейін ас үйге барып 1 стақан жылы су ішіңіз. Сосын кейбіреулер 1 стақан лимон шырынын қосуға ұсыныс береді. Бірақ мен ондай ұсыныс бермеймін, себебі бұл асқазан қышқылдығын арттырады. Жай ғана жылы су ішіңіз. Сосын бөлме температурасында емес, сәл жылы су ішкен дұрыс. Осы барлық ұсыныстарды сақтай отырып, өзіңізді күшті сезінетін боласыз. Нақты айтсақ, ұйқыдан кейін сіз көңілді, қуатқа толы және жаңа жетістіктерге дайын боласыз. Бірақ мен өзімнен білем, осы барлығын сақтау бұл өте қиын жұмыс. Достар, комментарийда сізге осы бейне ұнады ма, ұнамады ма, соны жазыңыз және де неге ұнамады, немесе неге ұнады екенін жазыңыз. Егер сізге осы бейне ұнаса, онда лайк басып, осы арнаға тіркеліп, оң қасындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Және де жақындарыңызбен бөлісіңіз. Сау, саламатты болыңыз.